Осы 22 маусым күні айдың толуы болады дедім. Алдыңғы видеоны қарап өтіңіздер. Ай толарда бір апта бұрын, бір апта кейін әсер ету аймағы, ең бір кульминациялық нүктесінің стресске түскен бір күш салған мәселелеріміздің. Мергендер және тауешкілер 18 мен 28 желтоқсан аралығында туылған. Барлық мерген және барлық тауешкіге қатысты, бірақ бұл нақтырақ нүктесі. Өмірлеріңізге бір осы кезеңде енді жартылай бір қорытындыны көресіздер. Қырдың үстіне шығып қарағандай болып, кәсібіңізді тоқтатасыз ба, жалғастырасыз ба? Махаббатыңыз ары қарай осыменен жалғастырасыз ба, әлде тоқтатасыз ба? Немесе наконец жаңағы ақша тауып ремонтыңызды жүргізесіз бе? Осындай бір көзіңіз ашылып, жаңағы қарағандай боласыз. Әлемнің кеңістіктің өзі бір көрсетеді. Ебір аяндар түрінде, ебір түстер түрінде, адамда звонок смстер және бір ақшалық түсімдер арқылы, немесе бір жауаптар. Сонымен қатар сіздердің қарсы осьтеріңіз, сіздердің осьтеріңізде қарсы беттеріңіз орналасқан егіздер және шаяндар 18 мен 28 июнь аралығында туылған. Бұл егіздер менен шаяндар, бұл сіздердің өмірлеріңіздегі жартыларыңыз, жақсыларыңыз, жұмыс берушілеріңіздің өміріне келген өзгерістер арқылы бір абыройлар, немесе өздеріңізді жақсы сезінулер, бір материалдық жағдайларыңыз көтеріледі, бір әдемі лебіздер естисіз, осындай кезеңдеріңіз. Және 19 мен 29 август аралығындағы туылған арыстан менен бикештер, 16 мен 26 апрель аралығындағы туылған соңғы тоқтылар менен ең алғашқы торпақтар өте жағымды аспект құрады сіздерге. Бұл астрологиядағы тікбұрышты үшбұрыш ең жағымды, қиындықсыз келетін өмірлеріңізге бір жағымды жаңалықтар болады. Материалдық жағынан болсын, психологиялық жағынан болсын, бір көңілдеріңіз көтеріледі өмірлеріңізде. Немесе бір машина, көліктер сатасыз, офистер сатасыз, бір ем қабылдайсыз, әйтеуір жолдарыңыз болатын кезеңдеріңіз болады. Тағы да айтамын, бұл 5 июльге дейін, келесі жаңа ай толғанға дейін жалғасады. 23 маусымнан бастап ай кемей береді және қорытындылау кезеңдеріңіз. Осы кезеңдерде бір судың бетіне қалқып шыққандай нәтижелерді көре бастайсыздар. Онан соң 6 мен 26 март аралығындағы туылған соңғы балықтар менен ең алғашқы тоқтылар, 20 мен 30 сентябрь аралығындағы туылған соңғы бикештермен ең алғашқы таразылар. Бұл сіздерге бір жағымсыз тіктөртбұрыш, бірақ бұл өмірлеріңізді алға қарай трансформациялаушы күш болып табылады.